балық шаруашылығы қай министрлікке қарайды? Ауыл шаруашылығына жата ма? Министрлік емес, ауыл шаруашылығына жата ма, жатпай ма саласы? Су мәселесі бүгінгі күнге шын мәнінде 3 мемлекеттік органға бөлінген. Өзіңіз айтқанда. Сол себептен мына жаңа қазір құрылған министрлік, қазір осы күндері біз соның функцияларын реттеп жатырмыз. 3 мемлекеттік органмен бірге осылардың бәрі бір жерге топталады. Себебі дұрыс айтасыз, жер астындағы су мен жер бетіндегі сулар ол тікелей бір-бірімен байланысты. Екінші, бір нәрсені айтып өту керек. Мынау су шаруашылық комитеті тек қана су ресурстарын басқарады. Сол себептен біз тек қана жер астындағы суды алып, сол су үстіндегі бірге соның жалпы көлемін, балансын реттеп, соны пайдалануға беру керекпіз. Бұл мәселені біз аз қарастырып отырмыз.